Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте жұмсақ шығатын бауырсақ жасайтын боламыз. Ал жұмсақ бауырсақтарымызды жасауды бастайық. Ең алдымен ыдысқа жылы сүтімізді құйып аламыз. Оның үстіне 1 ас қасық тұз, 2 ас қасық қант, 1 ас қасық дрожж және де 1 ас қасық ұн қосып, барлығын біркелкі етіп араластырып шығамыз. Осы массаны 10 минутқа қойып қоямыз. 10 минуттан кейін осылай жақсылап араластырып, оның үстіне 3 ас қасық қаймақ және де сұйық май қосамыз. Барлығын біркелкі етіп араластырып шығамыз. Енді осы массаны үлкен ыдысқа құямыз. Енді осының үстіне жылы суымызды қосып, 1 жұмыртқа қосып, барлығын жақсылап біркелкі етіп араластырып шығамыз. Енді біртіндеп ұнымызды қосатын боламыз. Ұнды бірден сала салмаймыз, аз-аздан қоса отырып және де араластырамыз. Ұнымызды видеода көрсетілгендей етіп аз-аздан қосып отырамыз. Жұмсақ бауырсақтың рецептісін осы видеоның астына салып қоятын боламын, сол жерден көрсеңіздер болады. Осы рецептпен жасайтын болсаңыздар, бауырсақтарыңыз өте дәмді және де жұмсақ болып шығады. Енді қолымыздың көмегімен қамырымызды дайындайтын боламыз. Қамырымыз дайын болғаннан кейін оның бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Қамыр жақсылап көтерілуі қажет. Көтерілгеннен кейін бауырсақтарымызды пісіретін боламыз. Қамырымыз көтерілгеннен кейін қамырды мен 2 бөлікке бөлген болатынмын. Мынау 1 бөлігі осылай жаямыз. Қалың емес, видеода көрсетілгендей көлемде жаямыз. Кез келген формада істесеңіздер болады. Мен 4 формада істеп шықтым. Енді бауырсақтарды қызып тұрған майда 2 бетін қызартып, қуырып аламыз. Егер сіздерге осы видео ұнаса, осы видеоға лайк басып және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта басқа да көптеген рецепттермен бөлісетін боламын.